Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 7-ші бөліміне де келіп жеттік. Бұл жерде алдыңғы бөлімде Тимур келіншегіне Бахарға браслет сыйлайды, бриллиант сыйлайды. Сол бір ғана кімді, Жихан мырзаны емдеу барысында бағанағы Бахар Рингиннің қолынан да дәл сол браслетті көріп қояды. Бірақ оны байқаған бағанағы кім? Тимур Рингинге айтады, сен қолыңдағы браслетті шешіп таста деп. Енді сол жерден бастап көрсетіледі. Рингин бөлмесіне Тимур кіреді. Сол жерде Рингин бағанағы браслетті қолынан жұлып алып, бетіне лақтырады, кімнің, Тимурдың бетіне лақтырады да, осыны, Бахарға бер, екі қатының болғанша Бахардың екі браслеті болсын деп қатты ашу ызамен айтады. Ашу ызамен айтып, бетіне лақтырып кетіп қалады. Одан кейін Бахар Рингинге барады, көшеде неде орталықта көріп қалады. Сосын Рингин, сенің басыңда бірдәмке тұр дейді. Рингин, ол не деп екі қолын бір қолын бетіп көтеріп жатады. Сол кезде жоқ, мына қолыңмен де ұсташы, мына қолыңмен деп айтады. Сол екінші қолымен ұстап жатқан кезде де екі қолында да ол білезік жоқ екенін байқайды браслетті Бахар. Сөйтіп шамалы өз-өзіне келіп, жоқ, мен алып тастадым деп өтірік айта салады. Сөйтіп Бахар шамалы өз-өзіне келеді, оның алдында одан көрдім, Тимур онымен жүріп жүр деген сияқты ойлайды. Одан кейін жаңағы Рингин телефонмен сөйлесіп, қызым, бірге шай ішеміз, кездесеміз деп телефонмен сөйлесіп бара жатқан кезде Бахар айтады, бұның күйеуі де қызы да бар екен ғой деп өзінің сабасына түседі. Одан кейін бастық Бахарды шақырып алады. Бахарға айғайлайды, сенің үстіңнен шағым түсті, Серен сенің үстіңнен шағым түсірді, сен жұмыстан шығасың дейді. Жұмыстан шығасың, бірақ сен Жихан мырзаның мәселесі бойынша да сен жұмыстан шығаруым керек сені. Бірақ бізде андай біздің больницамыз күні-түні тілшілердің қарауында болғаннан кейін мен сені әзірше больницада қалдыра тұрамын дейді. Одан кейін әзірше осы жұмыста жүре тұр дейді. Одан кейін Бахар мен Тимурдың арасында бірдемке бар деп больница іші шулай бастайды. Оны Рингин естиді. Сөйтіп Рингин үкімге қайтадан Тимурға айтады, сен махаббатыңды үйде ғана емес, больницада көрсетіп жүр екен, тіпті барлық адам да оны көрген деп айтады. Содан кейін бастығынан шыққан Бахар қатты ашуланып, жылақсы келіп, қайта Тимурға барады. Тимур маған көмегің керек дейді. Ал Тимур оған келіспейді. Бахар жылап, больницаның бір шетінде отырады. Сол кезде өзінің ұлы келіп, анашым, саған не болды дейді. Сондай, мені жұмыстан шығарайын деп жатырмын. Мүмкін менің басыма больницада врач болған, дәрігер болған, менің басыма жазылмаған шығар деп барынша жылайды. Мен тек қана ана болу, тамақ жасау ғана менің қолымнан келетін шығар деп қатты жылап ызаланады. Одан кейін Ураз Серенге келеді. Серенге, сен неге жап-жассың, ол әйелге неге шүйлігіп ал, неге оны жек көресің Бахарды, үндемей қоя салсаң болмай ма деп ана жерде айғайлайды. Сен неге қатыгезсің, мен сені басылама деп ойласам, тіпті сенің қатыгездігің күшейіп бара жатыр ғой деп біршама нәрселер айтады. Қатты кімге, Серенге айтып ұрсып қалады екеуі. Одан кейін кетіп қалады. Сөйтіп кетіп қалады. Одан кейін барлығы үйлеріне қайтады. Үйлеріне Бахар бірінші есікті ашып кіреді. Сол кезде енесі Бахарға айғайлайды, сен деген рахат, кешке қарай келесің, қараңғы түскенде, тамақ жоқ үйде, үйдің түрі мынау, үйдің барлығы шаң-шаң, астан-кестең болып жатыр деп Бахарға айғайлай бастайды. Сол кезде кім келіп, Ураз келіп, баласы келіп, менің әкеме айғайлама дейді. Анама айғайлама дейді. Одан кейін Тимур келеді. Тимур айтады Бахарға, сен не менің анама енді енесіне айғайлап тұрсың, сөз қайтарып тұрсың деп ол айтады. Сол кезде Ураз бен қызы да әкесіне бірден қарсы шығып, сіз де менің анама айғайламаңыз деп ол да ұрса жөнеледі. Сол жерде барлығы ұрысып, бөлмелеріне барлығы кетіп қалады. Одан кейін Ураз өз бөлмесіне кетіп, білдірмей жылап отқан кезде Бахар келіп, кімге айтады? Бахар келіп Уразға, балам, сенеге көңіл күйің жоқ дейді. Мен сені бірден білемін. Көңіл күйің жоқ болса, мүмкін тағы да бірдемке болса, сен өстіп томпиып қана отырасың дейді. Сосын екеуі біршама сөйлесіп, бір-бірімен құшақтасып, сырларын айтып, бір-бірін еркелетеді. Одан кейін кешке қарай Тимур мен Бахар сөйлеседі. Бахар айтады, Реха дәрігер маған ұрысты, жұмыстан шығарам деді дейді. Сонда Тимур айтады, Бахар, сен ол Реха дәрігерге ұнамадың. Мүмкін сен жұмыстан өзің ол кісі шығармай тұрғанда, жұрттың көзінше, жұртқа позор болмай тұрғанда, бала-шағаңа ұят болмай тұрғанда сен өзің жұмыстан шық. Жұмыстан шыққаның жөн болар. Мүмкін бір жыл күте тұр. Құдай қаласа келесі жылы өзім сені жұмысқа аламын дейді Бахарға. Сол
бахарға солай дейді, бірақ бахар өзі үндемей ғана мұңайып қала береді. Сол кезде өзінің баяғы жас кезі, балаға сол бірінші баласын көтеріп жүрген кез есіне түседі. Дәл сол кезде ол больницада жұмыс жасап жүрген еді. Сол кезде осының анасы, яғни атасы, яғни Тимурдың әкесі қатты сырқаттанып, атасы кәдімгі өзінің енесі ол күйеуіне қарамаймын деп қиғылық сала бастайды. Мен бұған қарамаймын, қарасаң өзің келіншегіңе айт, қарасын дейді. Ал Тимур болса сол кезде айтады, ол өзінің баласы бар емес па, соған қарайды, ол әкеме қалай қара деп айтамын мен оған деп. Сол кезде солай айтады. Сөйтіп айтып жатқан кезде бахар есіктің сыртынан естіп тұрады. Ал анасы Тимурға айғайлап жатады, мен бұл үйден кетемін, мен бұл үйден кетемін, мен ауру, бұл кімге, әкеңе, сенің әкеңе қарай алмаймын деп бір бақырып жатады. Сол кезде Тимур осы бахарға келіп, бахарға өтініш айтады. Бахар, сен шамалы қоя тұрып, балаларға қарап, осы әкеме қарай тұр дейді. Ал бахар болса больницасын сол кезде осы мамандығын таңдап, мамандығын тастап, осы үй шаруашылығына кеткен кезі есіне түседі. Сол кезде қайдадан есіне түседі де айтады, мен сол кезде есікті жапқанмын, больницаның есігін, дәрігерлікті, сол кезде бір қолымды сілтегенмін, енді мен екінші рет олай жасамаймын деп шамалы неғылады, ойланады. Мен не үшін, менің өмірім бұндай деп ше, сөйтіп ойланады. Одан кейін келесі күн больница басталады, қайтадан барлығы жұмысқа келеді. Жихан мырза отадан шығады, жаңағы Тимур мырза мен кім екеуі ота жасайды, ота сәтті болады. Оның Жихан мырзаны өз бөлмесіне әкеледі. Бүкіл дәрігерлердің барлығы бағанағы кісіге, жаңа Реха дәрігер, яғни бастықтары барлығы осы бағана Жихан дәрігердің бөлмесіне келіп, енді отадан жақсы шығуыңызбен деген сияқты әңгіме айта бастайды. Сол кезде осы Жихан мырза, я барлығыңа рахмет, көп маған бағанағы Мекенді жібер дейді. Ана жердегілердің, дәрігерлердің барлығы түсінбейді. Жихан мырза, Мекен деген бахар ғой, бахарды шақыр дейді. Сол кезде дәрігерлер бахарды шақырады. Бахар ойлайды, мені жұмыстан шығып қуып маған айғайлайды деп. Аяқ қолы дірілдеп осы Жихан мырзаның қасына келеді. Жихан мырзаның қасына келеді да, ол айтады кімге, бахарға, бахар, саған көп рахмет, осы отадан жақсы шығуымның өзі, осы өмірге қайта келуімнің өзі сенің арқаңда. Шынымды айтсам, осы уақытқа дейін менің өлгенімді, менің аяғымның шалынғанның барлығын, тіпті менің балаларым да қалап жүрген өмірімде бірінші рет маған сен, яғни бірінші Алла тағала, одан кейін сен көмектестің маған. Сен кәдімгідей шынайы маған махаббатпен қарадың, шынайы дос болып маған көмек қолың рухани жағынан неғылдың, көмектестің деп барынша осы бахарға рахметін айтады. Ана жердегі Тимур аң-таң болып таң қалады, Реха дәрігер де таң қалады, сонымен өзі қуанып кетеді. Ал больницадағы медсестралардың барлығы андай әңгімелесіп жатады. Сол кезде бағанағы рентген тыңдап тұрады. Медсестралардың барлығы айтып жатыр екен, осы бахардың қандай сиқыры бар екен білмейміз, әйтеуір барлығы жасы да кәрі де осы бахарды барлығы ұнатып қала береді екен дейді. Оны сыртынан бақылап естіп тұрған рентген дәрігер шамалы ашуланып қалады, қызғанып. Одан кейін рентген Тимурға келеді де айтады, сен бахарды құтыла алмадың, бахардан сен Жихан мырзаның қасына әдейі жіберіп едің, ол да көмектеспеді. Короче, сенің қолыңнан келмеді, енді мен жасаймын, мен бахардан құтыламын, мен бахарды бір жола кетіремін дейді. Сол кезде бахар біртүрлі болып, Тимур біртүрлі болып, андай бахарда ондай нәрсеге қимаған секілді болып, біртүрлі болып қалады. Одан кейін бахардың енесі үйінде жүреді. Гүніл деген өзінің қызметшісі, яғни үй жинап тамақ жасайтын қызметшісі болады. Бағанағы бахардың енесі қайта бағанағы Гүнілге тиісе береді. Неге бұндай тамақ, неге мына жер жинамайсың, неге мына жер кір деп, мына тамақ неге бұндай деп ұрса береді қайта. Сонымен Гүніл жынданып кетеді де, ішпесең уыңды іш деп айғайлап, ана жерде енесі жалт қарап Гүнілге кәдімгідей айтып тастайды ғой, сен ешкімге әйтеуір жағаласа бересің, не істесем де жақтырмайды екенсің, сен анаудан мынау өзің істеп алып барлығын, мен жұмыстан мен шығамын деп кәдімгідей айғайлайды. Ал ана бахардың енесі аң-таң болып, мен сені жұмыстан шығарғанмын деп анаған өзіне тап береді ше. Ана Гүніл деген ханым кімге, ана кісіге айтады, жоқ, мен өзім жұмыстан шығамын, мен сізге шыдай алмадым деп кәдімгідей жұмыстан шығып кетеді. Сосын бірден дереу бахарға звондап, бахар, сенің жүз жаның бар шығар, мен саған ризамын осындай адаммен тұрып жатқаныңа деп, мен жұмыстан шықтым, осындай енеңмен андай не қыла алмадым, келісе алмадым, тиісе береді, тамақ жасасам да тиіседі, кір жусам да тиіседі, отырсам да тиіседі, әйтеуір жақпадым деп телефонды қояды. Бахар да жақсы сау бол деп ол да қоштасады. Одан кейін рентген бахарды шақырып алып, арнайы оған тапсырма береді. Яғни андай рак ауруына шалдыққан бір әйел түседі больницаға. Ол әйел өзінің күйеуін өлтіріп, қылмыскер атанған, яғни андай қолында несі бар, андай түрмеге не қояды ғой, қашып кетпесін деп, браслет дей ма, сондай салып қойған, ешқайда қашып кетпесін деп, және есіктің алдында полицейлер тұрады, тек қана ол жерге нелер ғана келеді, дәрігерлер ғана кіріп шығады. Ол жерге дәрігерлер ғана кіріп шығады. Соны әдейі
және ол өлейін деп жатқан рак ауруымен ауырып жатқан әйел екен. Әдейі рентген оны ол әйел айтады, мен емделмеймін деп қасарысып қалады. Мен емделетін болсам, менің қызымды әкел дейді. Қызымды бір-ақ рет қана көрейін дейді. Бірақ рентген оған келіспейді. Сіздің мүмкін емес, ол бізде полицейлер бар, барлығы бақылауда деп өз жауап береді. Сол кезде әдейі ол жағдайды неғылмай шиеленіскенін біліп, рентген әдейі Бахарға соны тапсырады. Сонымен Бахар енді бір-екі рет ана әйелмен сөйлеседі. Ана әйел өзі Бахарға айтады, сен сондай жақсы адам екеніңді білем, бірақ әуре болма, мен операция жасатуға, қайтадан өмір сүруге мен қауқарым жоқ, мен жасатпаймын дейді. Сол кезде рентген Бахар бөлмеден шығып кетеді. Рентгенде сол кезде айтады Бахарға, Бахар, ана кісіні неғылдың ба, көндірдің ба дейді. Сосын Бахар айтады, жоқ, мен әлі көндіре алмадым, оған әлі 1-2 күн уақыт керек дейді. Сосын рентген оған айғайлайды Бахарға, сен не деп тұрсың, біз енді әлі күтуіміз керек па, оған біз жасауымыз керек па, не үшін бердім мен саған бұл жұмысты деп кәдімгідей айғайлап тастайды. Бахар таң қалады. Сол кезде Бахардың айлығы түседі, телефонына айлығының шоты түседі. Сол кезде Бахар өзі қуанып кетеді, ойбай, мен айлық алады екенмін ғой деп. Бірақ қайтадан есіне айлық түскенде айлық алатынымды да қуана алмаймын, мен шын көңілмен қуана алмадым ғой деп жынданады. Одан кейін Бахар мен Жихан екеуі сөйлеседі. Жихан мырза екеуі біраз сөйлесіп, шер тарқатады. Жихан мырза айтады, мен өлсем барлығы қуанады дейді, сен шынымен де маған көмектескің келіп, бұндай шынайы, шын жұмысына берілген дәрігерлерді мен бірінші рет көріп тұрмын деп Бахарға кәдімгідей таң қалады. Осымен 7-ші серия аяқталады. Менің дауыстағаным, менің түсіндіргенім егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және тіркеліп кетіңіздер. Егер де ұнамай жатса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Ұнамаса ұнамады деп мен түзетуге тырысамын. Сау болыңыздар.